Siz келесіз. Мына бар ғой. Неге суды құямыз ғой? Су деген сұйықтық қараңыз. Суды құямыз, сұйықтық масканы ақпай тұр. Енді мынау сұйықтық жағын көрдіңіздер. Сұйықтық. Енді қараңыз, жоқ төкпеңіз. Кім тигізіңіз? Дабылға қалай күшті көмектесек? Көрдіңіздер. Ашып жібереді, көзді ғана бітеліп қалған жаңағы несін бәрін осылай ашады ғой. Жас ауырады, жастарды ағызып жібереді да, мақсат тазартады көздеріміздегі жаңағы қоқыс мусордың барлығын. Енді қараңыздар, жаңа біз көздің ішіне тамызбадық мынаны. Барлықтардың көзінің сыртынан жағып берді. Бірақ секундламай тез жұмыс жасап кетті. Сезіндіңіздер, әсер көре әйтсе мынада сұйықтық қой. Неге? Бұның өткізгіштігі өте жоғары. Бұның біз жаңа айтып бізде мына барлық ғылымда бұрынғы құпия рецептке осы заманғы жаңа технология бірлестірілген деп. Не үшін тез жұмыс жасайды деген сөз. Бұның бірлігі жаңағы жүктердің бірлігін өте кішкене бірлікке айландырғандықтан, нанометр жаңағы квант техникаға айландырғандықтан бұл бірлік өте кішкене дереу өте шықты. Жаңағы майымыз да солай. Сіз қай жерге жағасыз ары өте шығады. Мына да сол. Неге әрқайда нервке жұмыс жасап кетті, нервке сіңіп кетті. Сондықтан жаңағы бұның өткізгіштігі өте тез болғандықтан сізге дереу әсер етіп жатқан сол. Яғни жұмыс жасап тұр. Мынаның мысалы құрғақ иненің бара алмайтын жері бар. Көзде қандай мәселе болса, көздегі алыс жақын көре алмайтын, нұр шашырау, көз құрғау, көз ашу, көзін жасарып тұру деген сияқты контракты, одан да көздің алдында массаж жүретін қыли, нервке жұмыс жасайтындықтан бетіміз қисайып қалады, көзіміз қыли болып қалады, жалғыз нервке суық естімей қалады, мына бәріне пайдасы бар, соның бәріне пайдасы бар. Яғни жаңа айттым, бұл енді құрғақ иненің бара алмайтын жеріне барады деп. Сонымен түсіндірсем сіз толық түсінесіздер деп ойлаймын. Өйткені бізде нерв тамырға жұмыс жасап тұр ғой. Біздің клиникат дәрілеріміз нервке көмектесе алмайды, нервке көмектесе алмайды. Сондықтан бізде клиникат дәрі көмектесе алмаған жерге бізде құрғақ ине көмектеседі. Құрғақ ине қойып жатамыз ғой, ұяшық арқылы, пөшкі арқылы. Ал енді ол құрғақ иненің жолы жақсы көресің ғой. Құрғақ иненің негізгі болуы